7 sınıfпен бірге брендинг алаңында жүздесу нәсіп етті. Мақсат айқын, яғни брендингтің 11-шілігін бастап бірінші турды өткізу үшін жиналып отырып, сол үшін барлық командаларға сәттілік тілей отырып, бүгінгі ойынды ашып деп жариялаймыз. Ойын ерекшелер түсінікті командалар дайын болған болса, уақыт созбай бірден бүгінгі сұрақтың мәселесіне қарай көшеміз. Осы бойынша бастаймыз. Bir күні мұсылмандардың әміршісіне халық келіп, уа мұсылмандардың әміршісі, жұрт шекте шығып, пиғылы бұзылып кетті. Енді бұл елді тек қамшы түзеледі депті нөкерлер. Сонда Омар ибн Абдул Азиз деген әміршісі, жоқ, қателестіңдер, елді әділдікпен мына нәрсе ғана түзетеді деген екен. Елді әділдікпен не нәрсе түзетеді деген сұрақ бүгінгі бірінші сұрақ берілді. Яғни уақыт 2 минут беріледі. 2 минут ішінде баяндап шығарып, барынша дұрыс жауап беруге тырысамыз. Abdul Aziz çok katelesizdir. Yılda adillik ben hakikat düzeltir деген екен. Yoksa hakikat деген мәселе залда бір Там Севриди дегеннің бұл да бір тебіренісі қазақ тіліне аударған. Құндақбай деген апалар. Біреу бір бақытсыздыққа ұшырайды. Біреу айтып келген жаман аурумен ауырады. Енді біреу ажырасудың азабын тартып күйзеледі. Келесі бірі кедейліктің қамытынан құтыла алмай жүр. Ал тағы бірін айналасын қаралап, жанын жаралауда. Мұндай қиындық пен сынақтан барлығымыз өтеміз. Бұл қиыншылықтардың хикметі жүрегімізді жұмсарту. Сондықтан басыңа түскен сынақты мына нәрсе істеу деп білме, жаныңды тазалау деп біл. Деп айтады. Яғни басыңа түскен сынақты не нәрсе деп білме деп атыр. Оны наоборот жаныңды тазалау деп біл деп атыр. Яғни не нәрсе емес ол, не нәрсе істеу. Табатын сөздер етістік, сразу ескерейін, етістік болу керек.
Lan nersesini isteyecek bilme, ne nersesini isteyecek bilme. Bırak söz, kesin. Bırak yemin, bana nersesini бұл қиыншылықтардың шекесінде жүрегімді жұмсарту болатын. Сондықтан басыңа түскен сынақты сен. Басыңа түскен сынақты сен. Жазалау деп білме. Жаныңды тазалау деп білме. Еді. Өкінішке орай ауыр басталу. Әкенің баласын сынауы деген. Абай өз баласын былай сынаққа жүргізген екен. Bir günü Abay balasını sınayın деп balasынан. Әбіш сынақты кім деді? Әбіштің сынақты кім деді? Әбіштің? Абдырахман. Әбіш осы ақ асыл ма, қара асыл ма деп сұрайды. Сонда сіз қайсысы асыл дейсіз дейді Әбіш. Абай, мен қара асыл деймін. Өйткені Allah Teala 18 bin kalanı yarattı, onun içinde adam asıl olup yarattı, adamın ilk koyun asıl olup yarattı. Ağı görmeyip karası görüp, karanın asıllığı olsa, ikinci sebep adamın jaz gününde sakal şaşı kara olur, gözü kayratlı olur. Tartayğanda sakal şaşı ağarat, sakal şaşı ağaran sayın, akıl kayratlı da azalır. Üçüncü delil, ak kağızı jiyip koysam odan ne fayda? Al ақ қағаздың үстіне қара сиядан екі дүниенің ғылымын білеміз депті. Сонда Әбіш осының бәрін немен білдіңіз дейді. Абай, ақылмен білдім. Сонда Әбіш, ақылмен білсеңіз, ақыл бұл нұр болады. Нұр деген бұл ақ болады. Және мына нәрсеге салып білсек, ол нәрседе ақ болады дейді. Содан орнынан тұрып барып баланың бетін сүйдім дегенін аңғайды. Сұрақ, мына нәрсе ақ болады деп айтып отырғаны, осыған салып білсек, ол ақ болады деп айтады. Неге салып білсек ақ болады? Сұрақтың төртіні түсінікті. Нұр ақ болады деп келіп, мына нәрсеге салып білсек, ол нәрседе ақ болады. Неге салып білсек ақ болады? Сұрақ осы.
Eski Türkiye'ye kadar bahsediyoruz. Әріштің жауабы бұлай болған екен. Ақылмен бітсеңіз, ақыл нұр болады, ал нұр ақ болады. Және миға салып бітсек, мида ақ болады. A деген жоқ қой жота. Так, 10A. B moz brain деген 10A деген 3 ұпай. Так, 9A'да ми жоқ. 9A'де var ekan 1 ұпай. 9B'da жоқ екен. Менде ми бар еді. 1 ұпай. Сендерде бар? Жоқ. Ойымызға арқылы белгілерді сұрақ екенін білеміз, қатысушылар. Жоқтан Мақатаев ағамыздың өлеңіне үндіреміз. Шаршатады деген өлең. Біреулерге өмірі деген молшылық, біреулерге өмір бойы құлшылық. Бұл дүниенің соңын еріп жүргенсін, кейде адамды шаршатады тіршілік. Жақсы да бар, бұл өмірде жаман бар. Біреу мақтар, біреулері жамандар, күзге көктем мінезіне құбылған. Кейде адамды шаршатады адамдар. Пенделер ай, сағыласқан, жарысқан, біреу келіп танысқан, мез болып барлығынан шаршасан, сыйласқан, бұрышыға алысқан, біреу үшін әлемнің қуысын, ол сен үшін ашпайды да уысын, жүргеніңді көре алмай, кейде сені шаршатады туысын, қызмет қылдың барсалың ел үшін, сонда да сен басқаданның демісің, еңбек елемей ел барда шаршатады көре алмай жемісің, арнасаң да жүрегіңмен бар әнді, сезімдеген ашылмайтын қараңғы, ендей алмай жүректегі жараңды, махаббатты шаршатады адамды, кейде сенің білінбейді жоқ барың, дер кезінде табылмайды қоштарың, нағыз бауыр бола алмаса беріліп, шаршатып жібереді адамдарың. Бұл өмірде тамлығы да кеңі де, болады екен зардабы да емі де, ойымдармай ойлай берсем барлығым, соның бәрі шаршатады мені де деген. Сұрақ бұл жерде жасылды. Адамдарың деген сөз басқа сөзден берілген. Сендер соны табасыңдар. Сол жер табыр оқып жібереді. Кейде сенің білінбейді жоқ барың, дер кезінде табылмайды қоштарың, нағыз бауыр бола алмаса беріліп, шашатып та жібереді деген сөзден кейін қандай сөз тапты? Біз адамдар кейде сенің білінбейді жоқ барың, дер кезінде табылмайды қоштарың, нағыз бауыр бола алмаса беріліп, шашатып та жібереді адамдар деген орнына қай сөз жазып? Дос естімін. Дос айтылған жоқ. Қоштарын дейді. Dostlarım benim oldu. İşte da ayıp koydu. Jandarma
Aldara da koyduk. Так, kettik onda. Bergenде табылмайды қоштарын, нағыз бауыр болмаса беріліп, шашатып та жібереді достан. А, 3 ұпай. Так, 11А, тоже 3 ұпай. 10А. Айтып кеттіңіз. Бауырымды деп берген екен, өкінішке орай 1 ұпай. Так, 10Әде. Бұл наоборот дұшпандарына кетіп қапты, бұларға да 1 ұпай. Бауырларың Жоқ, мына белгілеп тұр ғой, негізгі жауап екен. достарың Кімдікі бұл? 11. Так, бізде 9А дегенде. Достарың деген бар ма? Достарың Я, сол әйтеуір зорға таптым, сол бар екен ау. не дедің? 9А 1 ұпай. 9Әде. Бұлар достарың деген вариант бар екен, 1 ұпай. Негізгі жауап. Так, 9Б'да да 1 ұпай. 10-cı A'sında var. Buradan toprağı iknaliz var ekan. Onu bir dükkönçü bayqaydi. Qiziq uchun ол tarazini g'irtasini saz balchiqdan jasab qo'yadi. Bir kuni haligi to'plam eskisi dükkönga qat alуга keladi. Dükkönçü birden sazdan jasab keltirilgan g'irtasini chiqara qo'yadi da tovarni o'sha g'irtasi bilan o'lchayotganini aytadi. Nemen o'lchasang, so'men o'lcha. Taraz dal ko'rsatsa bo'ldi deydi alushi. Ол жағын уайымдама дейді дүкенші. Сөйтеді де таразының бір басын әлгі гіртасты қойып кетіп қалады. Ол жерде әдейі кідіріңкіреп күтіп тұрады. Алушы өзін ұстай алмай кіртасты тістеп деген арам дәмесі бар еді. Айтқандай алушы ұстамай кетіп кіртасты ұрланып тістей бастайды. Мұны сырттан байқап тұрған сатушы мәз болды. Дұрыс, сөйтіп өз ақылы өзін ұрлай бер. Батпақ азан, қымбат. Кіртасын неғұрлым көп ұрлап жеген сайын маған көбірек пайда берді. Ей, замандас! Бұл мынаның мысалы дүкеншінің кіртасы сияқты. Ақымақ адам кейде осы нәрсесін өзі ұрлап жатқанын білмейді дейді. Яғни жаңағы нәрседен дүкеншінің кіртасын немен бұлай жатқан кезде қиястап атыр, болмаса салыстырып атыр, сол сөзді табамыз. Ол өзінің осындай нәрсесін өзі ұрлап жатқанын білмейді. Өзінің осына жын ұрлап жатқан дос еліміз дейін
Ey zamandaş, Güveçinin kırtası vaktin misalı siyahtı degeniz. Vakit öz adamlar, atmak adam кейді öz vakit öz болады. Cevap vakit. Vaktin var mı? Тоғыз ада үш ұпай дұрыс таңдалған. Тоғыз әде уақыт бар, бір ұпай беріледі өкінішке орай. Персоналы деп таңдап бұларда жоқ, ұпай жоқ. Так, соңғы турдың алдында 11 ада 7, 11 әде 5, 10 ада 1 әдеден, 10 әде 4, 9 ада 4 ұпай жинап, ең соңына келатқан орында 9 әде 3 ұпай, 9 бұда әдеде 1 ұпай. Так, ұят деген, ең үлкен ұлы күш деген тақырып Әзірхан Нұршайықовтың сөзінен алынған. Мен дейді, өтірік айтуға ұялам. Айтқан уәдені орындамауға да ұялам. Орынсыз жерде артық сөз сөйлеуге де ұялам. Өз кітабымды және өзімді мақтауға да ұялам. Трамвай троллейбустар қақта түрегеп тұрғанда жастардың орын бермей, сіреніп отырғандарын көргенде қатты ұялам. Кейбір қазақ жастарының асыл тілін ардақтамайтынына да ұялам. Мен ұят дегенді ұлы күш деп санаймын. Адамшылықтың, адалдықтың, уәдеге беріктік пен тұрақтылықтың, тазалықтың түп қазығы бұл ұят деп білемін. Ұятты жоқтан үміт күтпеймін. Ұры, қары, қарақшы, қаныпезерлер бұлар ұят жоқтан шығады. Ұят ең қымбат қасиет. Ұяттыға иман ұялайды, ұятсызды мына нәрсе қуалайды дейді. Не нәрсе қуалайды? Ұятсызды. Ұяттыға иман ұялайды, ұятсызды мына нәрсе қуалайды. Ұятсызды мына нәрсе қуалайды. Ұятсызды не қуалайды? Деген сұрақ. Заң есім. Заң есім. Ең қымбат қасиет ұят. Ұяттыға иман ұялайды. Ұятсызды. Ұятсызды қылмыс қуалайды деген еді.
Breylik'in alt sırağına толық koyulup аяқталды. Нәтижесі хабарлама рұқсат етіңіздер. Бірінші, 11-ші А сыныбы 11-ші А сыныбы 7 ұпаймен көш бастады. 11 Ә ешқашанда жеңілмейтін көрсетіп 6 ұпаймен 2-ші орында келеді. Одан кейін 3-ші орынды 10 Әмен 9 А 4 ұпаймен бөлісіп тұр. 9 Ә одан кейін 3 ұпаймен келеді. Әдісек аутсайдер А мен Б 10 А мен 9 Б. Жалпы осылай бүгінгі ойын аяқталды. Жалпы 9 адам бастап сөз берейік, 1-2 адам сөйлесерсіз, 1 адам сөйлесерсіз. Ойын қалай болса, ұнамады, қай сұрақ қатты ұнамады, соған. Бір ауыз. 9-да да қалаға қажет жоқ, уақыт жоқ қазір. Кері байланыс берейік, ол уақытамайды. Біздің ойымызша брейкинг сайысы өте қызықты өтті. Мұнда түрлі сұрақтар болды. Және ол мағыналары тереңде жатқан қызықты ойлар болды. Және барынша барлық қысым өз ұйымшылдығын көрсете білді. Сайыс қызықты өтті. Қай сұрақ ұнады көбірек? Оған нақты параграф Соңғы сұрақ. Жалпы брейкингке қатысып, мына жерде уақытын 1 сағат уақытын зая кеткенге өкінбейсің ба? Так, қолына. 9'a. Var mı söyleyecekler? Oğuz'da dayanır, Oğuz'da dayanır. İştahlı. Себебі бізде ақпараттарды өзімізді біліп алдық. Әрбір топтағы әрбір мүшеміз өздерінің ойларын айтып, ортаға салып, осы өзімізге білмеген ақпараттарды өзімізге алып келдік. Жақсы, рахмет. Тоғызға бүгін тәжірибе жинау ойыны болды деп есептейміз тоғызға. Келесіден барынша конкуренция жасауға тырысады деп ойлаймын. Келесі, 9Б. Айнызбек. Өз үшін брейкинг ойыны өте қызықты өтті. Сұрақтарың сәл қиыншылық, бізге қиыншылық. 9'da. Және бірінші рет қатысып тұрғаннан кейін қобалжу. Жалпы бүгін бағанағы қатыспай қалу қауіп тұрған класс сендер болып тұрмын ғой негізінде. Бірақ келіп қатысқанға еш не жоқ па? Келесіде қатысамыз ғой. Айт дегенде жүгіріп келетін болмайды. Так, бұл енді бірінші орынға бір сүрек, ойына тамамдаймыз. Бірінші орын. Бүгінгі брейкинг өте қызықты өтті. Барлығына сәттілік. Негізгі сұрақтар өте білмеймін, бүгін ішінде ауыр болған жоқ деп ойлаймын. Бірақ жақсы болды. Барлығына сәттілік. Сұраққа бере алмайтын ба шынында? Ең сұрақ туралы кім пікір айтады? Сол бойынша беріңіз. Бүгінгі жалпы бізге 7 сұрақ қойылды. Айтпақшы, жаңадан қосылған кластарға қош келдіңдер деп айтамын. Алдағы уақытта сендерге үлкен сәттіліктер тілеймін. Маған ең қатты ұнаған сұрақ осылардың ішінде әр адам гіртас секілді өзінің уақытын жейді деген сұрақ. Бұл сұрақ қазіргі таңда, қазір біздің арамызда емес, біздің қоғамымызда өте өзекті тақырып деп айта аламын. Әр адам өзін басқа біреуге орқасынан өзін сезінді ғой. Дәл сондай мақаммен сәйкес болды. Жақсы. Осымен брейкингті аяқтаймыз. Соңғы сөз ретінде біз жалпы сіздердің уақыттан ұрлап қойған үшін кешірім сұраймыз. Егер ұрлап қойған болсақ, жалпы сөзіміздің соңын мынау Лев Толстойдың кеше бір әдемі сөзін естіп, сол сөзді сіздерге де айтқым келіп тұр. Жалпы адамдар бізді жақсы болған үшін сүймейді. Оларда жақсы көре алатын қасиет, қабілет болған үшін біз жақсы көріп қоямыз. Лев Толстойдың данасымыз бар екен. Сондықтан бізде брейкингті қызық болған үшін емес, біз өзіміздің бойымызда жақсы көре алатын қасиет болғандықтан сүйейік, брейкингті жинағанша қош сау болыңыздар.